Сәлем оқушым, біз қазір 18 ақ минуттың ішінде 294 химиялық қосылыстардың формуласын жазып, және де аттарын атай алатын боласыздар. Оны бар жоғы бір-ақ кестемен үйреніп аласыздар. Осы кестені жүктеп алу үшін төменде сілтеме тұр, сол арқылы жүктеп дайын отырыңыздар, Сонымен кеттік. Сонымен заттарды біз үлкен екі топқа бөлеміз: органикалық және биорганикалық заттар. Биорганикалық заттардың өзі жай зат және күрделі зат деп бөлінеді. Жай зат дегеніміз құрамы тек бір ғана атом түрінен тұратын заттарды айтамыз. Мысалы, натрий, О2, N2, хлор 2, О3 деген сияқты заттар, бұлар бізде жай заттың түріне жатады екен. Потому что ол жерде бір ғана атомның түрі. Ал енді күрделі зат дегеніміз, ол екі немесе одан да көп атом түрінен тұратын заттар. Мысалы, СО2, H2O, яғни бұл сутектен және оттек деген екі түрлі атомнан тұр. Келесі мысалы калий OH, бұл жерде не? Калий, оттек және сутек деген үш түрлі атомнан тұр. Бұл сондықтан күрделі заттар болады. Ал енді осы күрделі заттардың өзін біз төртке бөлеміз: оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздар. Осы жерде оксидтер дегеніміз не? Оксидтер дегеніміз құрамы екі элементтен тұратын, оның біреуі міндетті түрде оттегі болып келетін заттар. Мысал алатын болсақ, СО2, N2O, P2O5, кальций О, яғни құрамы екі элементтен тұр, оның біреуі міндетті түрде оттегі болатындар. Мысалы, мынау оксидке жата ма, жатпай ма? Қалай ойлайсың? Өзің ойланып көр. Бұл бізде жатпайды, потому что бұл жерде үш элементтен тұр, яғни натрийдан, сутектен және оттектен тұр. Бұл бізде не? Оксидтерге жатпайды екен. Ал келесі негіздер дегеніміз не? Негіздер дегеніміз металл атомынан, енді осы жерде сыра жаттай беріңіздер, мия дегеніміз ол бізде металл деген сөз. Металл атомынан және гидроксидтен тұратын қосылыстар. OH деп отырғанымыз гидроксид деп оқылады. Гидроксид. Бұған мысал ретінде натрий OH, кальций OH деген, яғни OH барлардың барлығы не болды? Сонымен негіздер болады. Келесі қышқылдар дегеніміз сутектен және қышқыл қалдығынан тұратын заттар. Осы жерде X дегенімізді біз қышқыл қалдығы деп елестетсеңіздер болады. Енді қышқыл қалдығын біз қайдан білеміз дейтін болсаңыздар, ол мына жерде тұр. Сендер ергіш кестесі бар ғой, сол жердегі мына жердегі OH-тан басқасының барлығы бізде X-тар. Ал металдарды қайдан аламыз десеңіздер, мыналардың бәрі бізде металдар. Мыналардың барлығы. Осылар М иелері ғой, былайша айтқан кезде. Сонда біз қышқыл дегеніміз осы жердегі сутекпен мына жердегі қышқыл қалдығын қоса саламыз ғой, мынаның біреуін қоссақ, значит ол бізде қышқыл деген сөз. Мысалы, тағы да H2SO4. Бұл да бізде не? Қышқыл екен. Сонда біз былай істесек болады, даже сутектен басталатын элементтер, қосылыстар, сутектен басталатын қосылыстарды біз қышқылдар деп жаттай салсаңыздар да болады. Негіздер дегеніміз не екен? OH бар заттар. Яғни OH пен аяқталатын заттарды біз негіздер дейміз. Келесі тұздар дегеніміз не? Тұздар дегеніміз MEX, яғни металдан және қышқыл қалдығынан тұратын қосылыстар. Яғни мына жердегі кез келген бір металлымыз мына жақтағы кез келген бір қышқыл қалдығымен қосылады, Қосылған кезде сонда бізде не шығады? Тұз шығады деген. Мысалы, аргентум, бром деген сияқты, Мінекей, бұлар не болды? Сонымен тұздар болды. Енді қазір осылардың барлығына біз жеке-жеке тоқталатын боламыз және аттарымен бірге жаттап үйренеміз. Енді қараңыздар, қазір кесте сызу керек болады. Тура осы кестені дәптерге сызыңыздар. Енді сызған кезде мынау бір ненің өзі 3 клеткадан тұрсын, Енді 3 клетка. Енді клетка дәптерге жазып жатсаңыз, осындай 3 клеткадан тұру керек. Енді мына жерде қаншау десеңіздер, мына жерден бастап 1, 2, 3 деп санаған кезде 21 қатардан тұрады. Және де мына жаққа қарай санайтын болсақ, мынау 1 болатын болса, мына жердегі бізде 14-ке дейін болады. Яғни 14, мына жағы бізде 21. Сонда біз қазір 294 формуланың атын жазып, уже формуласын кез келген уақытта жаза алатын деңгейге жететін боламыз. Қазір давай стопқа қой да, осының барлығын жазып шық. Енді жазған кезде де мына заттармен бірге аттарын жазып қойыңыздар. Литий плюс, калий плюс, натрий плюс, аммоний деп, аргентум деген сияқты барлығын жазып қойыңыздар. Мынаны да солай жазып шығыңыздар, жақсы ма? Болғаннан кейін уже келесін етіп. Сонымен оқушылар, бізде негіздер дегеніміз не еді? Құрамы металдан және де гидроксидтен тұратын заттарды біз негіз деп атадық. Енді негіздер осы периодтық кестедегі, ергіш кестесіндегі мына жерде орналасқандар ғой, негіз. Мына жерде орналасқандар бәрі негіздер. Мен қазір мына жерге соның формуласын жазамын. Енді OH-тың астына гидроксид деп жазып қойыңыздар. Сонымен осы жердегі металл, литий мен гидроксидті қосып жазамыз осы жерге. Сонымен формуласы қалай болады? Литий OH болады екен. Литий OH. Формуласы мінеге литий OH болып қалады. Бұның аты не екен? Литий гидроксид. Мынаның формуласын жазып, астына міндетті түрде мынаның жазуымен жазыңыздар. Келесі кальциймен жазайық, қараңыздар.
кальций және OH. Бірақ кальцийдің мына жерде 2 деген дәрежесі болғандықтан OH-ты жақшаға алып міндетті түрде сыртына 2 қоясыңдар. Егер мына жерде 3 деген сан тұрса, значит мына жерге 3 қоясың. 4 деп тұрса 4 қоясың. Түсінікті ғой, Енді бұның аты қандай болды? Кальций гидроксиді. Келесі мен мыналарды енді мыналардың барлығы ұқсас, сондықтан мен қалдырып кетіп жатырмын. Мыналардың барлығы ұқсас, мыналардың барлығы. Егер мыналардың аттарын білмейтін болсаңыздар, даже аттарын жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, мына магний болса, магний деген сияқты. Жарай ма? Енді мен нақты 3 валентісін жазып көрсетейін. Қараңыздар, феррум 3 плюс болған кезде OH пен қосылады да, қалай болады? Стоп басып өзің жазып көрші. Мына жерде не болады? Сыртында 3 деген саны болады. Яғни феррум OH бұл темір гидроксиді. Енді қазір сіздер не істейсіздер? Осының барлығын, осы қатардың барлығын не істейсіз? Жазып шығасыңдар. Полный жазып шығу керек болады. Жарай ма? Енді бір исключение бар. NH4 бізде металл болмаса да, ол металдық қасиет көрсетеді. Оның формуласы бойынша NH4OH болып қалады. Бұл бізде аммоний гидроксиді деп мынаның астына жазып қою керек болады. Жақсы ма? Енді сіздер қазір үйде не істейсіз? Мынаның барлығын толтырып шығасыңдар, мынаның барлығын. Жақсы ма? Енді келесі енді бізде қышқылдар. Сонымен бізде қышқылдар дегеніміз не еді? Құрамы сутектен және қышқыл қалдығынан тұратын заттарды біз қышқылдар деп атаған болатынбыз. Енді X-тарды біз қайдан аламыз дедік? Біз мыналардың барлығын X-тар деп айтқан болатынбыз. Сіздерге біз қазір осыларды жазып шығамыз. Енді мына жердегі сутек пен фторды қосамыз, сонда H фтор болады екен. Аты бізде өте оңай, қараңыздар. Фтор сутек қышқылы. Келесі H пен хлорды қостық. Хлор сутек қышқылы. Келесі бром мен H бром. Бром сутек қышқылы. Бром сутек қышқылы. H йод пен H йод. Йод сутек қышқылы. Келесі, қараңыздар, мына жерде бір нәрсе бар. Біздің күкіртімізде 2 минус деп тұр, значит ол 2-сі сутектің индексіне барады. Мына жерге H2S болып жазылады. Бұның аты қалай білесіңдер? Күкірт сутек қышқылы болады екен. Күкірт сутек. Күкірт сутек қышқылы. Сонымен мына жерде біз қазір қарасаңыздар, уже бір 5 қышқылдың атын уже жаттап алдық. Оңай, бром сутек, фтор сутек сияқты жаттап кете береміз. Келесі, қараңыздар, SO3 және сутек болған кезде, қарасаңыздар, SO3 бізде 2 валентісі бар. Сондықтан сол 2-сі мынау сутектің индексіне барады. Мына жерде сендерде егер 3 деген сан тұрса 3 тұрады. 4 деген сан тұрса 4 тұрады. Жақсы ма? H2 не болады? SO3 болады. Мына жерде ше, мынауда бізде H2, бірақ бұл не? SO4 екен. Мынау 4, мынау 3. Енді қараңдар, осы жерде бізде үлкен кіші деген сан бар. Енді үлкен деп алсаңыздар болады. Пока что бұның аты бізде күкірт қышқылы болады екен. Күкірт қышқылы. Мынау ше, мынау бізде күкірт болады екен. Күкірт. Тура сол жақта қазір қараңыздар, HNO2, HNO3. HNO2, мына жерде ешқандай сан жоқ. Бір, сондықтан мына жерге жазбаймыз, сөйтіп қалады. Мынау ше, мынау жерде HNO3 болып қалады. Бұл жерде солай қалады. Қалай ойлайсыңдар? Қайсысы азот, қайсысы азотты болады? Жаңа айттық, үлкендер азот. Яғни Т деген жалғау жалғамайды, кішкентайына жалғау жалғаймыз. Сонда бізде мынау не болады? Азот Т болады екен. Мынау бізде не болады? Азот қышқылы болады екен. Түсінікті ғой? Келесі, мынау SO3 де жерде 2 бар екен. Сонымен бұл формуласы H2SO3 болады. Бұл бізде не болады? Көмір қышқылы болады екен. Келесі, H2 силициум O3. Бұл жерде 2 бар, 2-сін мына жерге жаздым. Бұның аты бізде не болады? Кремний қышқылы. Кремний қышқылы. Келесі, PO3, қараңыз, мына жерде 3 деген сан бар екен. Сол 3-мен бірге жазамыз. HPO3. Мынау ше, HPO4. Қайсысы фосфор қышқылы болады? Мынау үлкен, мынау кішкентай. Значит, мынау бізде не болады? Фосфор қышқылы болады екен. Фосфор. Мынау енді фосфор Т деп айтпайсың, фосфор Л деп айтылады екен. Қараңдар. Фосфор Л. Фосфорлы қышқыл. Сіздер дәл қазір не уже 13 қышқылдың аттарын жазып үйреніп алдыңыздар. Аттарымен бірге жазып және формуласын жазып үйреніңіздер. Тура осыны жаттап алу керек болады. Енді біз келесі қосылысқа көшеміз. Сонымен келесі қосылыс ол бізде не? Тұздар. Тұздар дегеніміз не екен? Металдан және қышқыл қалдығынан. Бағанан бері айтатынымыз X деген ол бізде қышқыл қалдығы. Сонымен біз енді мына жерде тұрған кез келген металдарды қосып, мына жерде қышқыл қалдығын қоссақ, значит тұз шығады деген сөз. Енді қараңдар, біз қазір енді формулалар жазбас бұрын мыналардың аттарын бәрін жазып шығу керек болады. Қараңыздар, мынау бізде фториді, мынау бізде хлориді, бромиді, йодид. Стоп баста мынаны жазып шық. Жарай ма? Қазір асықпай жазып шық. Одан кейінгі сульфидді, қараңыздар, мына күкірттің 3 тұзы бар.
үш тұзы бар, бір оттегі жоғы, оттегі бар, иә, оттегі бардан екеу, оттегі жоғынан біреу. Сол оттегі жоғы ид, яғни д мен аяқталады. Енді SO3 пен SO4 бағанан бері айтып жатырмыз, үлкен кіші деген сияқты нәрселерге тоқталып жатырмыз. Сондықтан осы нәрсені ескерсек, мына жерде бізде үлкені ат болады, сульфат, кішкентайы ит болады. Ит, ат деген үлкен деген сияқты жаттап алсаңыздар болады, сульфит, сульфат. Сол сияқты мына жерде де үлкені бізде нитрат болады, мына жерде нитрат. Кішкентайы бізде не болады? Нитрит болады екен. Нитрит. Мінекей осылай не жаттап алсақ болады. Келесі карбонат, келесі силикат, келесі тура сондай, үлкені бізде фосфат, кішкентайы бізде фосфит. Ит, иә, кішкентай ит деген сияқты. Солай жаттап алсақ болады. Енді формуласы бойынша жазып шығайық енді. Литий мен фторды қосамыз мына жерде. Литий мен фторды қосатын болсақ, міне литий фтор. Аты қандай? Литий фториді. Литий фториді. Келесі бізде не болады? Литий хлор. Литий хлор. Міне формуласы осылай. Екеуінде де бір валент болғанда осылай қалады екен. Литий хлориді болады екен аты міне. Литий хлориді. Мінекей, литий хлориді. Келесі литий бром. Литий бромиді. Литий бромиді. Түсінікті. Келесі литий мен йод. Литий йод. Литий ядиді. Келесі қараңыздар, мына жерде енді прикол басталды. Осы жерден бастап қарасаңыздар, S-та бізде 2, литийіміз бізде төбесінде бір ғана валенттілігі бар. Сондықтан мына жерде мен валенттілігіне қараймыз. Литий S, мынау бізде 2 болғандықтан екісі мына жерге барады, литий 2S болады. Аты өзгеріп кетпейді, аты сол күйі қалады, иә? Сонда литий не болады? Литий сульфиді болады екен. Келесі де литий SO3 деген бар, және де литий SO4 деген бар, бұл жерде де мынаның дәрежесінде 2 деп тұрғандықтан, мынаныңкіде 2 деп тұрғандықтан индексіне 2 барады мені. Индексіне 2 барады. Сонымен литий, мынау бізде сульфиті, мынау бізде не болады? Литий сульфаты болады. Сульфаты. Дальше мына жерде енді бір валентті болғандықтан формуласы бойынша қала береді. Литий NO2, мынау бізде литий NO3, литий нитриті, мынау литий нитраты. Нитрат, ат, ит. Келесі литий 2SO3, литий карбонаты. Литий карбонаты. Келесі литий 2 силициум O3, литий силикаты. Литий силикаты болып жазылады. Келесі литий 3 PO3 болады. Неге 3? Потому что жерге 3 тұр, сол 3 жерге жазылады. Литий фосфиті болады. Оқыстар қазір сіз үлгермей атсаңыздар, арасында стоп басып жазып үлгеріңіздер жарай ма? Чтобы келесіде қайтып келем, келесі жазам деген нәрсе болмасын. Келесі литий 3 PO4, литий не болады? Фосфаты болады екен. Литий фосфаты. Мінекей біз қазір ғана сіздермен бірге тұздардың бір валенттіліктермен жазып шықтым. Енді біз бағана 2 валентімен жаздық қоя, біз енді қазір 2 валентісімен жазамыз. Сонымен кальцийді жазған кезде бізде қалай болады? Сонымен кальций фториді, кальций фтор. Фтор бізде бір валентті, білесіңдер, мынаның 2-сі бар, мынаның 1-і бар, сондықтан 2-сі мына жерге барады. Кальций фтор 2 болады. Келесі тура солай болады, кальций хлор 2. Хлор бізде бір валентті болғандықтан 2-сі индексіне барады хлордікі. Келесі кальций бром. Кальций бром 2. Келесі кальций йод 2. Тоже солай. Енді қараңдар мына жерде екеуі де 2 болған кезде 2 мен 2 қысқарып кетеді. Егер қысқаратын сандар болса қысқартып жібереміз. Сонымен формасы осылай болып қалады екен. Келесі тоже солай болады. Кальций SO3, яғни кальций сульфиті. Осылай жазған кезде міндетті түрде атын жазу керек болады, Тек қана формуласын жазсаңдар, мынау сендерге дым пайдасы болмайды. Жарай ма? Атымен міндетті түрде білем, түсінем, өте ауыр 294 нәрсені жазу қиын, но бірақ жазу керек, чтобы есте сақтап қалу үшін. Сонымен кальций SO3, мынау бізде 2 болғандықтан, мынау 2 осылай қысқарып қалады. Сонымен мынау бізде кальций SO4 тура солай болады, қысқарып кетеді. Ал мына жерде қараңдар, мына жерде қазір бір нәрсені үйреніп алыңыздар. Кальций NO2 нитритінде мынау 2, мынау 1 ғой. Сол кезде мынаның 2-сін жазу үшін жақшаның сыртына қойып барып 2-ні жазамыз. Потому что мына 2 бізде NO2-ның барлығына қатысты, яғни оттекке де азотқа да қатысты болғандықтан осылай жазамыз. Бұл кальций нитриті болады.
Ал енді кальций NO3 болады. Ол жерде де тура солай болады. Мына жерде кальций NO3. Мына жерге екісі барады, иә? Мен екісі осы жерге қойылады. Бұл кальций нитраты. Келесі кальций карбонаты, яғни екеуі де бізде екі-екіден болғандықтан қысқарып кетеді валенттіктері. Силикатта да тура сондай кальций, силициум O3 болып қалады. Ал енді мына жерде қараңдар. Кальций және PO3 қой. Мынау бізде 3, мынау 2, мынаның 3-і қысқармағандықтан 3 пен 2, мына жерге 3-ті қоямыз, мынаның сыртына 2-ні қоямыз. Міне. Тура сол сияқты мына жерде де сондай болады. Кальций 3, PO4, мына жерге 2 болады екен. Енді қараңыздар, сіздер қазір тура осыған ұқсас заттардың бәрін жазасыңдар ғой, мынау магнийде 2 валентті барлығы. Тура осы кальций сияқты мынаның барлығы. Яғни мына жерде сіздер оны қайталап жазасыздар. Формуласын барлығы бірдей. Аттар просто жаңа магний, кальций деген сияқты аттарын жазып, дұрыстап жазып кете берсеңіздер болды екен, иә? Енді қазір үшіншісіне тоқталамыз. 3 валенттілік ол бізде феррумде. Осы феррумді қазір жазып шығамыз. Сонымен темірде бізде 3 валентті болғандықтан формуласы қалады. Феррум, фтор, 3 темір, фториді. Феррум, хлор, 3 мына жерге индексіне түсі, темір, хлориді. Феррум, бром, 3 темір, бромиді. Феррум, йод, 3 темір, ядиді. Феррум, S қараңдар, мына жерде темір бізде 3 қой, мынау бізде 2. 3 пен 2 қысқармағандықтан мынаның 2-сі мұнда, мынаның 3-і мұнда. Яғни бұны сіздер керісінше жазып қоймаңдар оқушылар, былай. Жарай ма? Мынаның өзінің валенттілігі өзінің жазылмайды, не істейді, мына жаққа жазылады, мына жаққа жазылады. Темір сульфиді. Қараңдар, мына жерде де сондай, мынау 3, мынау 2. Мынаның 2-сі мұнда, мынаның 3-і, S3-тің сыртына барады. Бұл темір сульфиті. Келесі феррум 2, SO4 3 тура солай, темір сульфаты. Келесі феррум NO2 сыртында 3 болады, потому что бізде 3 валентте, темір нитриті. Келесі феррум NO3 3. Мына 3-ке тиіспеңдер, жарай ма? Қосып көбейтіп жібермеңіздер. Феррум NO3 нитраты болады. Келесі тура солай, мынау бізде 3, мынауда 2 болғандықтан 2, мында 3 темір карбонаты. Тура сол сияқты феррум 2, силициум O3 темір силикаты. Мына жерде қараңдар, мынауда 3, мынауда 3, 3 пен 3 қысқарады, феррум PO3 болып қалады. Темір фосфиті. Келесіде мынауда 3, мынауда 3, 3 пен 3 қысқарады, феррум фосфор O4 деген темір фосфатымен аяқталады екен. Енді оқушылар ары қарай қалай толтырамыз десеңіздер, былай жасайсыңдар, мынау бірінші литий фторид деген тұр ғой, осы фторид, осы фторидтің барлығын жазып шығасыңдар. Қатарымен мынаны полный жазып шығу керек болады, мынаны до конца мына жерге дейін. Енді аттарымен бірге, жарай ма? Аттарымен бірге. Аттарын тастап кетпеңіздер. Мен жаттап алдым уже, мынау деген нәрсе болмайды. Міндетті түрде жазу керек. Жақсы ма? Барлығын осы қатармен жазыңдар. Мынау қатар өте маңызды. Қазір сен былай жазсаң, қателесуің мүмкінсің. Мына жерде мен сендерге әдейі 1 валенттіліктерге, 2 валенттікке және де 3 валенттілікке мысалдар беріп қойдым. Сондықтан соны тоже ескеріңіздер. Мына жерде енді аммонийді ғана ескеру керек болады. Аммоний бізде NH4, мысалы мына жерде сәл басқаша болады, қараңыздар. Бұл жерде NH4S қой. Мынаның сыртына жақшасын алып, сыртына 2 дейсіңдер. Жарай ма? Тура осылай кете береді бұлда. Түсінікті? Енді қалғандардың барлығын өздеріңіз толтырасыздар деген ойдамын. Осы кестенің электронды вариантын жүктеп алу үшін төменде сілтеме қойып қойдым. Сол сілтемеге өтіп, соны жүктеп алыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басың және де біздің каналға жазылыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге керекті ақпараттар мен және де қиналып жүрген тақырыптарды осы каналда талдайтын боламыз. Осы видеоны химия таңдаған және де химиядан қиналып жүрген досыңмен бөлісіп қой. Жақсы, рахмет, сау болыңдар.